Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Менің есімім Канапина Құралай, менің каналыма қош келдіңіздер. Өзім жайлы қысқаша қазақша ақпарат бере кетсем, мен ТО Фитапифарм Бальзам и Короткова компаниясының менеджері боламын. Осы компанияға келу себебімді айта кетер болсам, біздің тұңғыш ұлымыз Арсен 1 жасынан бастап пневмония, бронхит ауруларымен өте жиі ауырды. Біз барлық дәрігерлерге барып, барлық жаңағы тексеріс обследованияларын өтіп, емін алып, Астанада республикалық диагностикалық орталықта емделдік. Аллерголог, пульмонолог, лор осы атты дәрігерлерде учетта тұрдық. Сонымен 2 жасына асқан кезде бізге дәрігерлер бронхиальная астма деген диагнозды қойды. Учетқа тұрдық, тегін жаңағы гормоналдық препараттарды берді жаңағы дәріханадан. Сондай бір жаман диагноз алып, ары қарай қалай емделеміз, не істейміз, қандай дәрілерді қолданамыз дейтін сұрақтар пайда болды. Өйткені аптеканың дәрілері толық көмектеспейді, тек қана қысқаша эффект дейді ғой, қысқаша эффект қана береді. Жаңағы ентігіп демала алмай одышкасын тек қана кетіреді, болды. Оны 2-ші күні, 3-ші күні бірнеше рет приступтары қайталанады. Толық емделуге ешқандай кепіл бермейді бұл дәрілер. Солай жүрген кезде интернеттен бір әріптесімнен статусынан осы бір бронха деген бальзам жайлы ақпаратты көрдім. Интернетке кіріп, ютубтан қарап, барлық отзывтарды оқып, осы компания жайлы толық ақпаратты қарап өтіп, осы компанияның өнімдерін алып көрем деген шешім қабылдадық. Сонымен 20-шы жылдың март айында, наурыз айында ең бірінші жаңағы антипаразитарный комплекс дейді ғой, соны алып, оған қоса бронха деген бальзамды қосып алдық. Комплексті алып, ұлымызды емдейміз деген шешімге келдік. Осы март айында емімізді бастап, алла деп, 2 аптаның ішінде өте жақсы нәтижелер көргендіктен, осы компанияда ары қарай қалып, жұмыс істеп жасап көрейін, осы бизнеспен айналысып көрейін деген шешім қабылдадым. Себебі өзім ұлымнан жақсы нәтиже көрген соң, осы нәтижені басқа да аналар мен басқа да ауру балаларға осы ем болсын деген ниетпен осы компанияда жұмыс жасауды жөн көрдім. Сонымен 2 жылға жуық уақыт өтті. Осы компанияда қазір менеджер статусындамын. Тегін саяхатқа барып келдім. Египетке осы компаниямыздың атынан. Тегін өзіміздің өндірісімізге барып келдім Шымкент қаласына. Компания толықтай барлығын бүкіл жаңағы шығындарды төледі. Мен тек қана сол барып, демалып қайттым. Египетке 21-ші жылдың тамыз айында барып келдік. Компаниямызбен, осы командамыздан бірнеше адам тегін саяхатты ұтып алып. Осындай компаниямыздың мүмкіндіктері өте көп. Жұмыс істеймін, жаңағы бизнеспен айналысам, финансовый положениямды жақсартам дейтін адамдарға жол ашық. Мүмкіндіктер өте көп. Компаниямыз әлі де өзінің ең басында деп те айта аламын. Жаңағы үлкен жолдың ең басында, себебі компаниямызға 5 жыл ғана болады. Осы жылы 5 жылдық мерейтойын тойлайын деп отырмыз. Сондықтан барлық мүмкіндіктер біздің компаниямызда. Келем, жұмыс жасайым, осы бизнеспен айналысам дейтіндерге жол ашық. Менімен хабарласып кеңес алам десеңіздер, бизнес жайлы, өнімдер жайлы мен әрқашанда ашықпын сөйлесуге. Менің WhatsApp нөміріме хабарласып, кеңес алуларыңызға болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.